Қайырлы күн, кейіпкер Айдарының құрметті тұрақты көрермендері. Бүгін сіздерді кейіпкер Айдарының қонағы Виктория ханыммен танысуға шақырамын. Ал ендеше кеттік. Виктория ханым, біздің кезекті кейіпкер Айдарымыздың қонағы болып келгеніңізге біз өте қуаныштымыз. Қош келіпсіз. Қал жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, рахмет, бәрі жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Менде де бәрі жақсы, тамаша. Бүгін ауа райы да жақсы, және сізбен кездесіп бүгін сұхбат алатыныма да қуанып отырмын. Виктория ханым, біздің кейіпкер Айдарының өзінің нақты белгілі бір сұрақтары бар. Сол сұрақтар бойынша сұхбатымызды жалғастырсақ. Ең алғашқы сұрақ ол кейіпкер Айдарының көрермендеріне түсінікті болсын, өзіңіз туралы ақпарат беретіңіз. Жақсы. Менің атым Виктория, жасым 37-де. Мен қашықтықтан көмекші болып жұмыс істеймін. Жақсы, Виктория ханым, сіз осы Тараз қаласының тұрғынысыз, иә? Иә, Тараз қаласында тудым. Жақсы. Осы Тараз қаласында оқып білім алдыңыз ба? Иә. Келесі сұрағымыз, сіздің сүйікті ісіңіз қандай? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен бос уақытымда серуендеймін. Үйде көп уақыт өткіземін, сондықтан ашық ауда болғанды ұнатамын. Жақсы, мен де таза ауаға шығып, жиі демалуды ұнатамын. Сіз өзіңіз ана тілі орыс тілінен басқа қандай тілдерді білесіз? Мен орыс, ағылшын тілдерін білемін, және қазір қазақ тілін үйреніп жүрмін. Қазақ тілін сіз қайдан үйреніп жүрсіз? Мен қазақ тілін күзде басталған. Тілдерді оқыту орталығында? Иә. Үйреніп жүрсіз, иә? Жақсы, ендеше біздің келесі сұрағымыз, қазақ тіліндегі ең жақсы көретін, ұнататын сөзіңіз бар ма? Қандай сөз? Иә, бар. Маған ассалаумағалейкум сөзі ұнайды. Өйткені ол сіздерге бейбітшілік болсын дегенді білдіреді. Керемет, өте ерекше сөз. Келесі сұрағымыз, Виктория ханым, өзіңізді сипаттайтын, өзіңіздің мінезіңізді, немесе келбетіңізді сипаттайтын, өзіңізге ұнайтын қандай 3 сөзіңіз бар? Мен еңбекқормын, мейірімдімін және сабырлымын. Сізбен танысқаныма 2-3 ай болды. Расында сіз еңбекқорсыз, сабырлысыз және өте мәдениетті келіншексіз. Жақсы. Соңғы көрген кинофильміңіз, немесе тыңдаған музыкаңыз, немесе соңғы рет оқыған кітабыңыз қандай кітап? Соңғы рет мен метод орыстар керемет комедияны көрдім. Бұл 3 орыс дос туралы сериал. Олар қазақ тілін үйрену үшін ауда күшті. Өте күлкілі сериал. Көрулеріңізге кеңес беремін. Жақсы, достар, Виктория ханым, сериалдың аты қандай? Метод орыстар. Метод орыстар деген 3 орыс жігіт ауылға, қазақ ауылына қазақ тілін үйрену үшін көшті. Бұл кинода қазақ тілін тез үйренуге болатын жігіттер өздерінің әдіс тәсілмен бөліседі. Сол киноны көруге Виктория ханым кеңес беремін. Сонда Виктория ханым, әр адамның өзінің арманы болады, немесе мақсаты болады. Сіздің мақсатыңыз, арманыңыз қандай, бөлісе аласыз ба? Иә, мен қазақ тілінде жақсы сөйлегім келеді. Виктория ханым, сіз қазақ тілінде жақсы сөйлеп жүрсіз, жақсы оқып, үйреніп жүрсіз. Болашақта сіз қазақ тілін өте жақсы деңгейде меңгеріп шығатыныңызға сенемін. Рахмет. Кейіпкер Айдарының ең соңғы сұрағы, қазақ тілі сабақтары қалай өтеді? Тілдерді оқыту орталығына қандай тілек айтар едіңіз? Сабақтар жақсы өтеді, орталыққа табыс тілеймін. Көп рахмет, сіздің бүгін біздің кейіпкер Айдарына келіп қонақ болғаныңызға біз қуаныштымыз, тағы да айтқыға кеткім келеді. Және де бізге осындай сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта қазақ тілін меңгеріп, жақсы үйреніп шығуыңызға
сәттілік тілеймін. Рахмет.